Қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен бірге осындай этно-жилетка тігіп үйренетін боламыз. Мен сіздерге дайын лекаланы ұсынамын. Оны алу үшін маған инстаграмға тіркеліп, лекала сөзін жазып кетсеңіздер, сіздерге жіберетін боламын. Ал жоқ өзім пішем десеңіздер, келесі видеода қалай пішілу жолын салатын боламын. Жаңағы алған лекаламен осылай біз қажетті бұйымды пішіп алдық. Мынау артқы бөлік және артқы бөліктің астары. Мынау бізде алдыңғы бөлік және оның астары. Менде мінім алдыңғы бөлік бір бөлігі оюлы, бір бөлігі бір түсті болады. Және де бір түсті болғандықтан мен өте қарапайым жолмен, өте оңай өтірік қалташа жасайтын боламын. Түк қиындығы жоқ. Мынаны тігіп алып, мұнда қоя саламыз. Негізі кез келген костюм, жилетка тіксек те, біз міндетті түрде оны теріс бетіне дублиринмен желімдеп алатын боламыз. Бұл бізде желім мата, солай аты дублирин деп аталады. Ал егер сіздің матаңыз осы бізде этногобелен ғой, бұл қатты мата, білесіздер. Осындай қатты мата болса, егер қаламасаңыз, дублирин жабыстырмасаңыз да болады. Себебі бұл өзі қатты болғандықтан өз формасын ұстап тұрады. Жаңағы өтірік қалташаны сән үшін тігілетін осылай бүктейміз. Жанынан және де осы ұзындығынан мына жерге дейін 1-2 сантиметр қалдырып, тікпей қалдырамыз. Міндетті түрде тігістің басында аяғында закрепка беруді ұмытпаймыз. Ең бірінші біз тігісті иық бөлігінен бастаймыз. Киімдеріміздің оң беттерін бір-біріне беттестіріп, бірінші осы иықтарын тігіп шығамыз. Астарды да дәл солай екі иығын қосып тігіп шығамыз. Жилетканың дайын лекаласы қажет болса, менің инста парақшама жазылып, жилет сөзін жазсаңыздар, сіздерге тегін лекаланы жіберетін боламын. Ең бірінші тігісті осылай алдыңғы және артқы бойларды қосып аламыз. Дәл солай астарды да бір-біріне иық бөліктерін қосып тігіп алатын боламыз. Одан кейін астар мен негізгі бөлік екеуін оң беттері мен оң беттерін бір-біріне беттестіріп, тігістері тура келетін жерлерді инемен жақсылап қыстырып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, мен барлық жерге, мінекей тігіс басталатын жерден тігіс аяқталғанға дейінгі жерге осылай инемен қыстырып шықтым. Барлығын енді дәл осы инемен қыстырып шыққан жерімді айналдыра тігіп шығамын. Көріп тұрғандарыңыздай, менің астарым кішкене үлкенірек болып тұр. Мен осылай астарын артық қылып аламын. Яғни жетпей қалғаннан гөрі артылып қалса қырқып тастаған маған солай ыңғайлы. Сондықтан мен осылай астарды артық аламын. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Тігістен кейін қырқып тастайсыздар. Жаңағы инемен қыстырып алған бөлігімізді айналдыра тігіп шықтым. Ендігі кезекте дәл солай қолтықтың астарында бір-біріне беттестіріп осы инемен қыстырып алып, бұны да дәл жаңағыдай тігіп шығатын боламыз. Қолтықтарында тігіп шықтық. Ендігі кезекте жаңа астардың артық бөліктерін қырқып тастаймыз. Мінекей, артық жерін барын қырқып тастадық. Ендігі кезекте сіздерге айта кететінім бар. Міндетті түрде қандай киім астармен тігіліп жатса, немесе осылай бір бетіне былай оң қарататын киім болса да, бізде теп-тегіс жату үшін осылай араларын 2 сантиметрден тігіске шамамен бір 2 миллиметрдей жетіспестей осылай барлық жерді тігісті дәл осылай қырқып шығамыз. Сонда бізді үтіктеп арғы бетіне аударған кезде бүжір болып қалмайды. Киіміміз теп-тегіс әдемі болып жататын болады. Барлық тігіс түскен жерді міндетті түрде осылай қырқып шығатын боламыз. Барлық жерін қырқып болғаннан кейін бұйымды оң бетіне аударамыз да, сол тігіс болған жердің барлығын тегістеп үтіктеп шығатын боламыз. Біз бұйымымызды үтіктеп болдық. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай тігістеріміз әдемі жатып, теп-тегіс әдемі болып қалды. Ендігі кезекте мынау біздің екі қолтықтарымызды біріктіріп, осылайынан тігісті астар бетке жібереміз. Мінекей, осылай тігіс пен тігіс бір-біріне беттесіп келетіндей қылып, астар мен астарды негізгі бөлік пен негізгі бөлікті қосып тігіп шығамыз. Және де сіздерге айта кетерім, бір бөліктің астарын мінекей басынан аяғына дейін тігіп шығамыз. Ал екінші бөлігіміздің астарын тоже осылай бірге қосамыз. Тігіс пен тігісті мына жағынан тігіп келеміз де, астарының осы шамамен ортасына дейін тігіп, бір 10 сантиметрдей қалдырып,
аяқ жағын тігіп жібереміз. Бұл жерді біз неге қалдырамыз десеңіздер, ең соңында біз бұйымымызды тігіп біткеннен кейін оны оң қарату үшін қалдыратын боламыз. Дәл осы әдіспен костюм тіксеңіздер де болады. Сіздерге айтып өткенімдей тігіп шықтым. Мен де міне қараңыздар, жаңағы бір бөлігінен осындай 5 сантиметрдей қалдырдым. Ал бір бөлігін бастан аяқ тігіп шықтым. Одан кейін мына біздің негізгі бөліктерімізді осылай үтіктеп шығамыз. Мына теп-тегіс әдемі болады. Ендігі кезекте осылай қойып, жаңағы теріс бетінен аударып аламыз бәрін. Қатты аударудың қажеті жоқ. Ешқандай да аударғаннан кейін, мінекей, осы біздің мынау жаңа астыңғы бөлігімізде тігісіміз бар ғой. Осы жерден бастап, мына басына дейін тігіп шығып, тігіп болғаннан кейін астарымыздың артық бөліктерін қырқып, және де жаңа айтып кеткенімдей, каждый тігістен кейін осылай 2 сантиметр және тігіске жеткізбей 2-3 миллиметр қалдырып қырқып шығамыз. Одан кейін қырқып болғаннан кейін бағанағы біздің кішкене қалдырған бөлігімізден аударып, оң бетіне алып шығамыз да осы бөлікті ішінен кіргізіп тігіп тастаймыз. Астармен негізгі матамызды қосып тігіп алдым астыңғы бөліктерін. Осылай мінекей жаңағы айтып өткенімдей қырқып шықтым. Ендігі кезекте біздің жаңағы тікпей қалдырған жерімізден сол жерден алып киімімізді оң қаратып аламыз. Негізін жилеткамыз өте оңай әрі жылдам тігіле қойды. Маған өте ұнады. Осылай наурызайына аз қалды, тапсырыс қалып тіксеңіздер болады. Матаның барлығын шығынын есептеп өздеріңіз көресіздер. Осылай енді мына бөліктерін барлығын үтіктейміз. Ең бірінші жаңағы біздің қалдырып кеткен жерімізге осылайынан бүктеп ішке қарай кіргіземіз тігісін. Осы жерді былай түзуінен тігіп шығатын боламыз. Осы жерге өзіңіздің биркаңыз болса биркаңызды, немесе осы тапсырысқа алып жатқан оқушыларыңыз өте көп болса, сол оқушылардың есімдерін параққа жазып, осы жерге тігіп жіберуге болады. Жилеткамыз толықтай тігіп болды. Ендігі кезекте петля жасайтын боламыз. Осындай петляны арнайы түймешігін алып, керекті түйменің көлемін аламыз, және де осы петля жасайтын өзі арнайы белгіні белгілейміз. Ең бірінші, осы бірінші дегенге қоямыз. Егер сіз машинаңыз полуавтомат болса, осылай жасайсыз. Ал автомат болса, ол автомат өзі сіздерге түймені жасайтын орынды істеп беретін болады. Мінекей бірінші бөлігін тігіп алдық. Ендігі кезекте мынау 2-де 4 деп тұр ғой, соны басып, осы жерді тігетін боламыз. Ол жерді кішкене ғана тігіп болғаннан кейін үшіншіге қойып, дәл солай тігіп шығамыз. Үшінші бөлікті тігіп болдық. Енді бізде соңғы деталі қалды. О да дәл осылай 2-де 4-ті қайтадан басып, кішкене ғана тігіс жібереміз. Сонымен біздің петлямыз дайын болады. Петлямыз дайын болды. Енді ортасын қырқып, түймені қатай беруге болады. Сонымен біздің жилеткамыз дайын. Осылай түрлі-түрлі қылып тіксеңіздер болады. Өз идеяларыңызды қосып арқасына белдікше сияқты тіксеңіздер болады. Және де однотонный қылып балаларыңызға мектепке форма ретінде тігіп беруге болады. Дәл осы әдіспен. Видео ұнаса лайк басып, каналға жазылып алуды ұмытпаңыздар.